Тарих кеші үнемі жаңаланып отырады. Десе де ұмытылмайтын, ескірмейтін тарихи оқиғалар болады. Соның бірі әлемді дүр сілкіндірген екінші дүниежүзілік соғыстың қасіреті мен ұлы жеңістің қасиетін, батыр ағаларымыз бен апаларымыздың ерлігін ешкімде ешқашан да ұмытпақ емес. Әлемді дүр сілкіндірген оқиға 1941 жылы маусымның 22-сінде болған еді. Бірақ сол кездегі Кеңес елінің бірлігі мен достығының арқасында 1945 жылы 9 мамырда бұл оқиға ұлы жеңіспен аяқталды. Міне содан бері 75 жыл мерзім уақыт өтті. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығы. Внимание! Говорит Москва. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 1941 жылдың 22 маусымы. Таңғы сағат 4. Бейбіт заманда өмір сүріп жатқан ұйқыдағы елді Юрий Левитанның соғыс басталғаны жайлы дабылды радио хабарламасы оятты. Кенет құлақ тұндырған жарылыс пен қып-қызыл от аспанды қақ айырғандай болды. Жер дірілдеп, әуе жаңғырып, қала отқа орана бастады. Ал тұрғындардың көпшілігі киініп те, қаруын алып та үлгермеген. Міне, соғыс осылай басталды. Дәл осы күні фашистік Германия сақадай сай әскермен кеңес өкіметінің жеріне басып кірді. Аса дайындықпен баса көктеп енген неміс әскерінің қаһарына бірінші болып Брест қаласы ілікті. Қаладағы жауынгерлердің жанкешті қарсылығы Белоруссияның бір шетіндегі елеусіз қаланы тарихи қалаға айналдырды. Ресми мәліметтер бойынша Орта Азия елдерінен соғысқа 3 миллион жауынгер қатысса, оның 1 миллион 366 мыңы қазақстандық. Ал соғысқа аттанған қазақстандық жауынгердің әрбір екіншісі Майдан даласында қаза болған. Қазақ даласының ұлы қызы, Лия есімді сүйкімді қыз, Әлия Молдағұлова. Ақтөбе облысындағы ауылдардың бірінде дүниеге келген. Ал бүгінде Әлияға арналып Ақтөбе орталығында ұзындығы 4 метрлік алып ескерткіш бой көтерген. Дегенмен батыр қыздың бойы аса ұзын болмаған еді. Ол заманда қыздардың бәрі арықша келетін, түсінуге болады. Соғыс киімдердің бәрі салбырап тұрады. Дегенмен бәрінен бұрын Әлияға үнемі үлкен. Ол кішкентай арықша денелі. Ол киініп шешінгенде орта қалып, біріміз мойнын, екіншіміз жеңін, тағы біріміз арқасын қысқартамыз. Әсіресе қысқы киіммен қиналасың. Майдан жағдайында оны Лияның денесіне пішіп көр. Ал 44-ші жылдың қаңтары Әлия мен оның көптеген қаруластарының соңғы күні. Қаһарлы аяз еді. Күннің суықтығы минус 43-45 градусқа дейін жетті. Кей жерлерде 49-ға дейін суыды. Анасы өлгенде Әлия 4 жасқа да толмаған еді. Әкесі оны бауырының тәрбиесіне берді. Ағасы Ленинградқа көшіп кетті. Жеткіншекті балалар үйіне бөлді. Сол жақтағы сыныптастары Лия деп атап кетті. Оның шынайы тегі Мағдағұлова. Неге екені белгісіз, өзі Молдағұлова деп жазады. Өте жақсы оқыды. Сыныпта старосты, тіпті Артек балалар лагеріне де жолдамаға қол жеткізді. Қырымда оның есімі бейнеленген мемориалдық тақта да бар. 41-ші жылы жаңа өмір басталды. Әлия Молдағұлованың биология пәнінің мұғалімі. Қоршауда қалып немістер бомбалақтырғанда Әлия барлық баланы бұлай қолынан жетектеп, тіпті кішкентай нәрселерді де үйдің шатырына көтерілді. Сөйтсек, неміс бомбасы мен жанғыш заттарын өшіруге көмектесті деп еске алады. Артынан Әлия әскери комиссариатқа келіп, мен оларға оқ жаудырғым келеді деді. Алайда оның арызын қабылдамады. Кәмелеттік жасқа толмаған еді. Оның үстіне бойы тым аласа. Дегенмен оның сенімділігі бір беткейлігі жеңді. Оны мергендер мектебіне жіберді. Ол мергендер мектебін тәмамдады. Мергендік ғылымды ол курсант құрбыларының айтуынша тыңғылықты меңгерген. Әр сөзін мұқият тыңдады. Өзгелерден бұрын әрі шапшаң көздеген нысанға дөп кигізе бастады. Майданға ефрейтор шенімен аттанды. Письмо пишу в глубоком окопе.
Мына хатты терең бекіністен жазып отырмын. Немістермен бетпе-бет кездесеміз. Басымда каска, белімде граната, қолымда мылтық. Жауды аямаймын. Әрине, бастапқыда қобалжыдым. Таңертеңгісін командирім шақырып алып, 3 қадам алдыға шығуымды бұйырды. Ол былай деді: Мерген Лия Молдағұлова 3 күнде 14 немісті өлтірді. Осы ерлік үшін басшылық атынан алғысымды білдірем. Мергендер кинофильмнен үзінді. Бұл сценарий авторының ойдан шығарған дүниесі емес. Хат шындығында да бар. Қазір Қазақстан Республикасының орталық мұрағатында сақталған. Бізге дейін жеткен тағы бір құжаттың бірі. Снаряд тиіп жараланған Лия өзін өзі дәкемен орап, әрі қарай шабуылын жалғастыра берген. 14 января 44 года 44 жылдың қаңтарында Казачих ауылына шабуыл кезінде батальон командирі ауыр жараланды. Дәл осы қиын қыстау сәтте Әлия өзінің соңғы ерлігін жасап үлгерді. Сонымен ол қандай шешімге барды? Командиріне жер бауырлап жеткен бойжеткен оқ кеуде тұсына тигенін байқап, бірден басын жерден көтеріп, отан үшін алға деген ұранмен дивизия сапына рух беріп, өзін оққа қарсы тосады. функции уже погибшего командира. Әлия Молдағұлова осы ұрыста қаза тапты. Марапатқа сұнғанда бір өзі 100-ге жуық жау өзін жайратты деп айрықша атап өтілді. Оның 35-ін мергендікпен жойса, қалғанын мылтық атып, найза түйреп, граната лақтырып өлтірген. Өлгеннен соң Кеңестер одағының батыр атағы берілді. Бұл түнеріп аспаннан талмай көзден жас тамған, тұтқиылдан жау тиіп, қырғын соғыс басталған. Соғыс жылмап, аға іні бауырды, зар жылатты, тыныш жатқан ауылды. Жалғызынан айырыпты ананы, әкесінен айырыпты баланы. Сұрапыл соғыс ешкімді аямады. Ана жарынан айырылды, бала әкесінен айырылды. Бірақ әкесін күте берді. Жаутаңдап қарап, дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір. Хабарсыз ұлын сұрауға, жолыңда тосып ана жүр. Қаншүйдің ұралап адамын, қаншүйде сөніп қалын доттар. Көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарың келер деп, төрені сайлап орындым. Батысқа қарап елеңдеп, ару жүр тосып жолында. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып ардақтар. Көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған анашыл. Көкемді айтпай танырман деп бір сәби бала жүр. Қайрылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол досар. Көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы солдаттар. Барады үнсіз сөнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Соғыстан қайтқан солдаттар. Мал жеңіс күнін дүрілдейді көкпен жер, күрескендердің арманы мен ұраны, қуаныш пен мерекенің бұланы. Бұл күнді соғыстың алғы шептерінде қайсарлықпен шайқас жүргізіп, ерліктің сан үлгісін көрсеткен ардагерлер тойлайды. Ұлы жеңіс күні елі мен жері үшін жанын пида еткен туған туысқандарына, жақын жарандарына,
туған жеріне, ауылына оралмай қалған қаһарман ерлерді бүкіл ел болып еске түсіреді. Отанымызды сүйіп, қастерлей білейік, ата-баба дәстүрін, әдет-ғұрпын берік ұстанып, үлкенге ізетті, кішіге ілтипатты болайық. Оңайлықпен келмеген тәуелсіздігімізді туы мәңгілік желбіреп тұрсын. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.